Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылым сіздерге қызық болады деген ойдамын. Себебі бүгінгі шығарылымда біз өте қатыгез диктаторлардың бірі Адольф Гитлер туралы айтамыз. Ендеше арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Бұл мен үшін үлкен еңбек. Және де достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Достарыңыз да осындай мәліметтен құр қалмасын. Егер де сіздерге екінші дүниежүзілік соғыс туралы жеке шығарылым керек болса, онда комментарий қалдырыңыз. Ендеше біз бастаймыз. Адольф Гитлер 1889 жылдың 20 сәуірінде Австро-Венгрияда дүниеге келген. Әкесі Алойс Гитлер шенеунік болған, ал анасы Клара Пульцел. Ол бай еврей отбасыларының үй қызметшісі болды. Былайша алғанда, Гитлердің отбасы жаман тұрмады. Гитлердің әкесі 1903 жылы дүниеден өтеді. Бұл 14 жасар Гитлерге ауыр соққы болады. Содан кейін Гитлер 1905 жылы мектепті аяқтамай тастап кетеді. Оның бала кездегі армандарының бірі суретші болу болды. Гитлер 18 жасында Вена академиясына қатты қызығушылық білдірді. Ол 2 рет емтихан тапсырды, бірақ та өте алмады. Ол көбінесе ғимараттарды, зәулім сарайларды салғанды жақсы көрді. Оны байқаған академия басшысы архитектор болуға кеңес берді. Бірақ та Гитлерді архитектор болу онша қатты қызықтырмады. Сол кезде бірінші дүниежүзілік соғыс жүріп жатты. Кейіннен соғысқа шақыру Гитлерге де келіп түсті. Гитлер басында соғыстан қашып тығылып жүрді, бірақ та оны тауып алады. Ол соғыс уақытында көптеген жарақаттар алады. Соның бірі ол уақытша көру қабілетінен жоғалтуы болды. Ол тіпті крест медальмен де марапатталады. Соғыс аяқталғаннан кейін Гитлер суреттер салып, оны бай еврей отбасыларына сата бастады. Соның арқасында ол еврейлермен таныса бастады. Оны байқаған құқық қорғау органдары өзіне тыңшы ретінде жалдап алды. Яғни жиналыстарға барып ақпараттарды қағазға түсіру болды. Сондай жиналыстардың бірінде ол жалынды сөз сөйлеуге шешім қабылдады. Сөйтіп оны байқаған партия басшысы оны өзіне жұмысқа тұруға шақырды. Содан бастап Гитлер өз партиясын үлкен жетістіктерге жетелеуге тырысты. Гитлер тіпті партия басшыларының бірі болды. Ол партиясын нацистік партияға өзгертті. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Германия сұмдық әлсіреді. Содан кейін Гитлер билікті құлатқысы келді. Ол үшін оған әскери көмек керек болды. Сондықтан ол беделді 3 адамға жүгінгісі келді. Олар Густав фон Хар, Отто фон Лоссов және Ханс Зайер. Бірақ олар билікке қарсы шыққысы келмей бас тартты. Ол үш беделді адамдардан көмек ала алмай өзінің азғантай әскерімен көтеріліске шықты. Бірақ көтеріліс басылып, көтеріліске қатысқандардың барлығы өлтірілді. Осы көтерілістен кейін Гитлер тұтқынға түседі. Ол түрмеде отырып Mein Kampf деген кітабын жасады. Яғни онда еврейлердің ашкөздігі, Германияның мәселелері және де арийлер туралы айтты. Содан кейін ол түрмеден шыға сала билікке араласа бастады. Содан кейін ол 1932 жылы президенттікке үміткер болды. Бірақ та ол фон Хинденбургтен жеңіліп қалды. Десе де Гитлер фон Хинденбургтың премьер-министр етіп тағайындалды. Премьер-министр болып жүріп, Гитлер заң шығаруды өзіне берді. Көп ұзамай 1934 жылы фон Хинденбург қайтыс болды. Демек, бүкіл билік Гитлерге қалды. Енді Гитлерде шексіз билік болды. Ол ең алдымен өзіне қарсы шыққандардың көзін жойды. Содан соң өзінің заңдарын шығара бастады. Гитлер еврейлерді жек көрді ме? Ол рас тұжырым. Себебі Гитлердің ойынша еврейлер тек қана ақшақұмар, жауыз адамдар. Олар тек бүкіл адамдарды билегісі келеді деп айтты. Оған дәлел, Гитлердің билігі кезінде барлығы 6 миллионға жуық еврей өлтірілді. Бұл Европадағы барлық еврейлердің 88%-ын құрайды. Өмірінің соңы. Гитлерге 1945 жылы кеңес әскері Германия отрядтарын талқандап жатты деген хабар келеді. Бірақ Гитлер онша қатты қорқпады. Себебі оның ойынша қосымша әскер келіп Гитлердің бункерін құтқару керек еді. Бірақ келуші көмек келуден бас тартқаннан кейін ғана Гитлер уайымдай бастады. Оған кеңес әскері Берлинге жақындап қалды деген хабар келді.
Гитлер өзінің шарасыздығын түсініп, Гитлер басына тапанша тақап өзін өлтіреді. Содан кейін кейбір журналистер әртүрлі пікір айтты. Кейбіреулер оны өлді, денесі өртелді десе, кейбірі Аргентинаға қашып, Аргентинаны паналады дейді. Бірақтан бізге кең таралған ақпарат бойынша оның денесі өртелді және де оның тістері мұражайда сақталған. Осылайша әлемдегі ең қатыгез әрі жауыз диктатор өмірден өтеді. Егер сізге бүгінгі шығарылым ұнаса, видеоға лайк басып тіркеліп кетіңіз. Бұл мен үшін үлкен көмек. Ендеше, осының бәрін істесеңіз сізге үлкен алғыс.